Харам малдың еті. Ол қорғалатын. Әрбір құбылыстың астарынан сыр іздеп сынап қарайтын. Алла тарапынан білдірілген сын ескертпені дер кезінде аңдайтын. Меккеліктердің шаштарын тықырлатып бұттарға құрбандық шалу арқылы жыл сайын тойланып атап өтілетін Буана мерекесіне бозбала Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem әр нәрсені сылтаратып қатыспайтын. Бірде ағайын туса тақымдап қыспақ қалады. Білдей бір әулеттің басына жамандық келеме деп, осынау мерекеге күмәнсіз қатысуын талап етеді. Болашақ пайғамбарда амал қалмайды. Алайда той басталмай жатып Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemнің халі нашарлап кетеді. Жүзі боз болып, өрттің өтінде қалғандай денесі қалтырай бастайды. Шатырына әрең жетіп үлгереді. Осы оқиғадан кейін туысқандары оны жайына қалдырады. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemнің құлы Зайди ибн Хариса әлдебір пұттың атынан құрбан шалған болатын. Құрбандыққа шалынған малдың етінен ауыз тисін деп ұсынғанда, мен Алланың атымен шалынбаған малдың етінен жиіркенемін деген еді. Фижар қақтығысы. Араб руларының арасындағы өмірі бір бітпейтін, ақыр соңы көрінбейтін қақтығыс пен бақастық ел арасындағы алыс-беріс пен барыс-келіске кесірін тигізбей қоймады. Қажылыққа баруға, сауда жүргізуге кедергі келтіргендіктен, өзара бір тоқтамға келіп, белгілі бір уақытта әрі белгілі бір ауданда қақтығыспау туралы қазіргі тілмен айтқанда харам, яғни Ражаб айы бойы, Мұдар, Рамазан айы бойы Рабия руы мекендейтін аудандарда тыныштық, бейбітшілік орнауы тиіс. Мекке, Таиф, Ясриб үштігі қатар келетін 4 айда елдің берекесі кіріп, араб түбегінің терістігінен күнгейіне дейін жылына 2 мәрте сауда сапарына шығу мүмкіндігі туады. Харам айлардың қалай қашан пайда болғандығы жайлы деректер мардымсыз болса да, ислам келмей тұрып аталмыш келісім 4 рет бұзылған болатын. Барлығына су тапшылығы себеп болды. Әсіресе соңғысында көп қан төгумен аяқталған бұл жанжалдарда фижар қақтығыстары, яғни күнә соғыстары деп атаған. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem да осы соғыстардың соңғы екеуіне қатысқан болатын. Алайда жасы кіші болғандықтан, ол кездері 14-15 жастарында, әрі Ибн Сағдтың айтуына қарағанда соғысқа өз еркімен қатыспаған. Тек сарбаздарды жау оғынан қалқанмен қалқылап тұрған және немере ағаларына оқ жеткізу міндетін атқарған. Хилфул Фудул, адам құқықтары қоры. Соңғы фижар қақтығысында қолбасшылық міндетін атқарған Зүбәйір. Бұл Hazreti Muhammed пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның немере ағасы. Бітімге шақыруда да белсенділік танытады. Одан кейін бірнеше рет құрылған Хилфул Фудулды, яғни парасаттылар келісімі қайтадан құруды көздейді. Әрі ру басылары бұл ұсынысына ықылас білдіреді. Әр рудың жетекшілері Абдулла ибн Жуданның үйінде бас қосып былайша серт берісті. Аллаға серт етеміз, жәбір көргенге жақтасуға және қысым көрсеткенде жөнге салуға бір атаның баласындай жұдырықтай жұмыламыз. Меккеде мейлі жергілікті тұрғын болсын, мейлі жат жерлік болсын, ешкім жәбір көрмейтін болады. Абдулла ибн Жуданның үйіндегі бұл бас қосуға Тайм руынан Әбу Құхафе де ұлы Әбу Бәкірмен бірге қатысады. Бұл кезде Әбу Бәкір болашақта Hazreti Muhammed пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ең жақын досы болатынын білген жоқ. Бұл келісімде
Бұл келісімді бекіткен тараптар айбынды күшке айналған болатын. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de осы Hilful Fudul'da мүше болғандығын өмір бойы мақтан тұтып өтті. Бірде бұл бақытта бір өңкей қызыл түйелерден тұратын түйе отарына да айырбастамайтынын айтып, сол сертіне байланысты қай уақытта шақырып алса, сол сәтте ойланбай баратынын жеткізген болатын. Меккедегі осынау адам құқықтары ұйымы байлығы мен күшіне сенген талай қаныпезерлерді жөнге салды. Хасан руына қарасты әлдебір йемендік қызымен бірге қажылығын өту үшін Меккеге келеді. Меккеде озбырлығымен аты шыққан Нубайх ибн Хаджаж қызды әкесінің қолынан зорлықпен тартып алады. Былайға ел қыздың әкесіне Hilful Fudulға баруға кеңес береді. Қыздың әкесі ұйым мүшелеріне жолығып болған жайтты айтып береді. Ұйым мүшелері дереу Нубайх ибн Хаджаждың үйін қоршауға алады. Нубайх оларға қарсылық таныта алмайтынын сезіп, қызды босатады. Осыған ұқсас Сумали руынан біреу Мекке басшыларының бірі Убей ибн Халефқа малын сатады. Алайда ақшасын ала алмайды. Амалы құрған ол парасаттылар бірлестігіне шағымданады. Бірлестік адамдары Убейге жолығып, мен Фудулилерден келемін, егер пұлымды бермесең, олардың өздері келеді деп айт дейді. Жәбір көрген адам осы сөзін жеткізгенде Убей дереу ақшасын берді. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem да тікелей өзі араласқан оқиғаның барысы былай еді. Зубайр руына жататын саудагерлердің бірі Меккеге келеді. Кейіннен Әбу Жәһіл лақабымен танымал болған Амр ибн Хакам басқа саудагерлердің Зубайрдың малын өз құнына сатып алмау үшін олардан бұрын қимылдап төмен бағаға өзіне сатуын талап етті. Меккелік саудагерлер Әбу Жәһілден ағып Зубайрдың малын сатып алуға батылдар бармайды. Жапа шеккен саудагер әлдекімдердің жон сілтеуімен Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e жолығады. Ол Зубайрдың малын айтқан бағаға сатып алады. Ашудан көзі қарауытқан Әбу Жәһіл оған келіп аузына келгенін айтады. Әбу Жәһіл мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арасында екі әлем сардарына пайғамбарлық жүктелгеннен кейін де осыған ұқсас оқиға орын алған болатын. Араш руынан біреуден мал алған Әбу Жәһіл ақысын төлемей кетеді. Зұлымдыққа ұшыраған кісі қағбаға барып мұңын шағады. Орынсыз әзілге, бос сөз, буаз әңгімеге жаны құмар біреу сәл әрдек тұрған Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem нұсқап, сенің ақыңды Әбу Жәһілден тек анау алып бере алады дейді. Әбу Жәһілдің Hazreti Muhammed пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'ға деген жаулығы елдің бәріне мәлім еді. Сайқы мазақтың әзіл дегенде бөтен ойы жоқ болатын. Алайда Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem шұғыл шешімге келіп, жедел жүріп отырып, Әбу Жәһілдің есігінің алдынан бір-ақ шығады. Есікті ашқан Әбу Жәһіл еш қарсылық білдірместен қарызын төлейді. Неліктен сөзге келмей қарызды қайтарғанын өзі былай түсіндірген болатын. Аллахи, Мұхаммед есікті қаққанда зілзала болып қалды ма деп қорықтым. Есікті ашқанында Мұхаммед пен аузынан көбіктері шашыраған тұрқы зор, сұсы, түрі бөлек түйені көрдім. Егер Мұхаммедтің айтқанына көнуді сәл кешіктіргенімде құтырған түйе мені апандай аузымен бірақ қарайтын еді. Hilful Fudul бірлестігі қатарына жаңа мүше қабылдамағандықтан бірнеше жылдан кейін айдарынан желескен айбары мен айбатынан айырылып, адуынды күш болудан қалады. Келесі тақырып хақ пайғамбардың екінші сапары. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.